Assalamu alaikum, hurmatlı bizden katılımcılar. Buyursa 29 iyun 2025 yıl Чүй обласы Сокулук районундагы жылкы базар. Мына ушул жерде биринчи эле чоңаттардан баштайын. Азыр көзгө көрүнүктүү мына ушул данчак бар деп атат. Ушунун азыр маалыматын жеткирип, анан кийин башкалардан маалымат жеткиребиз. Достум, аны данчак деп атасың, бул таза данчактан, а? Таза данчак. Мына жалы дагы жок экен. Өзү жашы канча болуп калды? Жаңасы 4 жаш. Жаңасы 4 жаштагы жылкы экен мына. Улак-булак көргөнбү? Свежий, а? Свежий. Буту колдору тазабы? Тап-таза. Жок. Мына, жок экен. 4 жаш. Бою канча барып калды шунун? 1.65 бодой. 1.65, а? Мына. 70ке жетпейт точно. 70ке жетпейт. Баасычы? Баасы $5000. Баасы $5000. Номерин айтып кой. 505 0505 41 43 42. 41 43 42. Бул жака басып коюң бир эки. Мына. Эч нерсе көрүлө экен. Бою 1.65ке жакын. Таза данчак бар да экен. Ушул жигиттин айтуусунда байкап көрөсүздөр, баасы $5000 койду. Эч нерсе көрүлө экен. Мына. Андан кийин эле мына ушунун жанында да бир чоң торап тура. Сеники? Мен сонерсен эсип жок. Канча экен бул 200. Жашы канча экен? 5 жаш, а? 5 асы бастырып койчу бери. 5 асы аткен, баасы 200.000 сом дейт. Киличкасы коён экен. Киличкасы коён. 5 асы 200.000 сом, а? 5 гарантия экен. 5 гарантия дейт. Үйүрү да гарантия экен. Баасы 200.000 сом дейт мына ушул аттын. Базарда азыр көзгө көрүнгөн азыр 1-2 ат келген экен. Бул аттын хозяинин өзү тош керек. Андан кийин эле көзгө көрүнүктүү мына жерде бир кунан бар экен эле. Бунун баасын жана түшүргөндө сурагыңызда 300.000 сом деген. Бою деле чапысы эле экен, бою деле аябай деле жанагындай чоң эмес. Бою 1.60. Ошон тегерек чыгып калат экен да. Сиздикиби? Жана 300 деп аткан, а? 300.000 деп аткан экен мына тоонда. Түшүп берем дейт 300.000 сом. Бою 1.60га жакын кунан экен мына. Бүгүн базарда тоондар мындай кулун небелер көбүрөөк келген. Видеого лайктан басып, каналга подписацияны басып коюңуздар. Азыр до конца көрүңүздөр, бир эле бөлүк болот. Көбүнчө эле ушунда бери кайлар бар жогу бир каналда азыр ке баш жагында дагы азыр бир данчак сыяктуу жылкар турган ошолорду да бир тартып көрсөтөйүн. Мына ушул жылкы 170.000 сомго алынып, семиз экен. Жашын деле сураган жокмун. Алынган баасы 170.000 сом болуп. Сиздики кайсы эле? Аркысы, а? Болду. Бунун жашы канча бунун? Эмне порода дейсиз? Данчак дедиңизби? Жашы канча эле? 3 жаш. 3 жаш. Мына как раз өзү тишин ачып калды. Азуусу жок экен, азу жарылы экен мына. Тишин ачып берди, 3 жаштагы жылкы экен. Буту колдору үйрөтүлгөн, а? Мингичпи? Үйрөтүлгөн, а? Мингича. Бою канча бунун? Бой 1.60. 1.60. Баасы 200.000, а? 200. Номеринизди айтып. 706 менен 0706 0267 0267 48. 48. Баасы 200.000 сом 3 жаш иштеген балдар. Ай, бул жак чалы бар жагынан көрсөтүп коюн дедим эле. Байде данчак бар да дейт. Мына 3 жаш, бою 1.60 экен. Андан кийин эле мына жерде боз беби же кысыр беби турат. Тай менен окшойт. Мына бе тай мененби канча баасы? 210 боз бу. Носучу? 120. Кунанбыштыбы? Кунан. Ушунун баласы ба? Окшош экен го, баласы ба? Баласы эмес. Бирок окшош экен, а? 210.000 сом боз бе. Жанындагы кунан 120.000 сом. Бенин бою где-то 1.60 да. Мына 1.50ден өтөт мына. Кышты. Ошонун жанында бир жакшыраак кулун бээ турган жана. Бүгүн кулун бээлерден дагы жакшылар келип калган. Мына туугандар, мына жерде бир жакшыраак кулун бээ келип калган болчу. Ушуну көрсөтүп коюнчу. Кулуну эркек экен. Кулуну жакшы экен. Реклама YouTube'га мынаны Польша аттын баласы деп атканса? Атасы Польша.
Мына бе месинле жылқы да. Қаншанчы баласы болып қалады? Үшіншісі. Бенің бойы қанша? 1.65. Құлын ерте екен мына. Қош аттың басы. Басы қанша дедіңіз? 250. Басы құлынмен 250 мың сом. Где-то 3 мың доллардың айналасы. Номеріңіз бар ма айтып қойыңыз? 701 0701 022 022 360. 360. Бұйырса мынаңызды точно сұрайды. Мына құлын өте жақсы екен, а? Мына құлынды тұрғандар көріңіздер. Құлыны башы өзі ошо қошаныкында екен. Қош аттың баласы деп тұрған баке өзіне. 250 мың сом сұрады. Мына минип тұрған жылқы қанша екен басы? Жашычы? Бышты басы 130 мың. Тазағанды өте полукровка. Тазағанды ба? Тазағанды басы 130 мың сом. Бышты 3 жаштағы екен. Номер бар мı? Номер болса? 076 070 060. Бірек бастып қошу көрші деп. Мына бышты екен, тазағанды басы 130 мың сом сұрады. Бойы деле орта бойлы жылқы екен. Мына байқап көресті базарда. Мына жерде көзге сұлуырақ көрінген тай тұрады. Тайды қанша дадасыз? 100 прошел же. 100 мың сом сұрамын. Еркек братан? Еркек, а? Еркек 100 мың сом екен. Тайды сұрамын. Негізі Дүнған Байкенік оқшайды. Кеше 90 мың берген дейді. Мына шу жерде тайдың азыр содасы қаншаға өтіп білесіз. Азыр қаншаға сұратқанын көрген жоқпын. Кеше 90 мың берген дейді. Тайдың бойы деле өте бір қықтан өйді. Еркек тай екен. Илінчек ат қанша? 115 дейді. Рабочий ат. Басы 115. Анан бұл жерде мынау бе екен, 250 мың алынып тұр. Тайдың басы қанша екен? Тай қанша дейді? Yok abi. Басы 120 мың екен. Мына навесін алдына дағы негізі оптан алып келіп еле қамап қойып тұр. Азды бір қатар сұрап қойын. Тайлар ошайды асында. Тамақ орып негізі біраз үйінің жақсы қылбай қалып тұр. Мына ұрғач тайлар кейін. Мына тайлар қанша екен бағасы? Сұрағаныңыз ба? Алейкум ассалам, қадайсыз? Сіздікі ме? Қаншадан өтасыз баланы? 80 milyon öyle oldu. 80 мың. 3 aydan aşık durgan. 3 aydan aşık, ha? 3 aydan aşık durgan deydi. Semizken bağısı 80 мың сомдан сұрады. Ұрғач тайлар екен. Етке сойғанға болса, байқап көресіздер. Ар ішіне көріп та көрсетіп қойын. 1.50 қазын смела береді дейді. Тайлар. Nartı, torular taşıma. 3 aydan aşık dur dediniz, ha? 3 aydan aşık durgan gibi жылқылар екен. 80 мың. 80 мың сұрады. Сойғанға жүр. Дейнекте пішқан дейді туғандарына. Азыр момент алып қойыз. Аш тойларға сойы тұрғандар болса, көңіздер. Момент айтып қойсын. 0554 13 тоқтап тұр. 05 35 13. 0554 екен. Байқап тұрыстыр. Бағалар шындайша. Туғандар мына кечеги белер. Кече тартқамыз 175 мың деген деп мына қолынды белер болчу кече. Ошол эле кайра бул жакта турат. Кечеги суббота күнү көрсөңүздөр, ошол жерде ар жакта поляда ары бери жетип бастырып тартылган видеос бар. Мына белердин. Айда канчадан дейт ушуларды? Баасы канчадан дейт? 90. 90. Россияныкы же өзүткүлө экен. Жоқ, бияктыкыле местиле. 90. Байталлар окшойт асында. Байтал, жалаң эле байтал. Жалаң эле байтал 90 мың сом экен. Керек азыр иш жашыл тегерегинде байталлар экен, баасы 90 мың сомдон турат. Чарба жылкардын баласы ушундай чана.
Мына быйылкы тай тугандар, быйылкы кулун. Aka kança oldu şul bağısı? 62? 37. Ha 37. Ha жақсы. 37 миңге мына быйылкы кулунду алышыптыр.